Sınıfımız kayda kaldı onda. Ha? Қазақ емеспіз бе біз сонда? Қазақ. Сен қазақты іріткі қылып жүрген адамның кейін біліп тұрсам мен саған неге беремін мен? Қытай мұсылман, Аллахтың ойында тұрса соған бермеймін мен. Ойшы, онда давай тағы бір сұрақ қояйын онда. Мынадан жауап Сендерге беріңіз. Бағана зәрді ішпейсің ғой, Жоқ, сен оны мен саған айтып отырмын. Ол нәрседе маған сұрақ қойдың, мен өзімнің басым бар. Қара. Сен Қапчағайдың жанында тұрсың, судың жағасында, бүйтіп рахаттанып, судың жағасында. Қаяқта тұрмын? Қапчағайдың жағасында. Қаяқта тұрмын? Қапчағайдың жағасында. Қапчағай? Иә, бүйтіп қарап қалсаң. Алматыдағы ма? Иә, қарап қалсаң. Жоқ, Алматыдағы ма? Қойшы, мидашытпайсың, бәле болдың ғой, қай пирс деп сұрайын деп тұрсың ғой сен. Соқсышты. Жоқ, енді қаяқта Қапчағай дейсіз, қаяқта тұрамын мен, айтып соны айтшы. Әйтеуір су. Енді қара, Бека. Иә. Рахаттанып тұр, шомыла аласың ғой әйтеуір, Иә. Шомылуын сұрап алай, шомыла аласың ғой әйтеуір. Иә. Мен сұрағым тапсырылып бәле қылайын деп тұрсың ғой. Сөйтіп бір кезде бүйтіп, Бека қарап тұрсаң, оң жағында бір никап киген қыз, мұсылман қыз суға тұншығып жатыр. Аллаху акбар деп батып баратыр, кетіп баратыр, мұсылман қыз, тақуа. Сол жағына қарап қалсаң, қазақтың қызы, шашы жайған, голый қыз. Қай қызды құтқарасың? Екеуі бір расстоянияда тұр. Секірме, біреуін құтқар. Жоқ, голый қыз үстінде бір нәрсе бар ма бұның, жоқ па дым? Түк жоқ үстінде, голый үстінде бір нәрсе бар ма? Голый қазақтың қызы. Голый қазақтың қызы. Түрсек жоқ, түк жоқ. Суға ағып кеткен бәрі. О, кете берсін. Біреуге барып зина жасайды, оны не істейсің оны? О, кете берсін ол. Мұсылман қыз, ұлты жоқ. Бір қазақ қыз емес, әйтеуір бір мұсылман қыз бірақ. Бірақ не істейді, намаз оқып, Аллахты мойындап. Тақуа қыз. О, соны құтқарамын, не істеймін, ана голый жүрген қызды істеймін. Сен тазасын ішші. Голый жоғары киімі қайдан аның, сен қызықшын әйші. Қазақ қызы батып кетті осы ғой, қазақтың қызын өлтірдің қызы не? Жоқ, енді ол қазақтың қызы, бүкіл қазақтың еркектерін құртады ғой, енді голый жүріп ол дейтін. Түсінісмесе? Сен ана жерден тірі алып қалса ше бірінші, содан кейін киіндіресің ғой. Қазақтың жігітін құртады ғой дейді, біреудің семьясын құртады дейді. Ол уже вирус. Судан шыққасымен голый жүрмейді ғой, ол қыз киінеді ғой. Жоқ, сен айтып тұрсың ғой, оның киімі жоқ, лепчик жоқ, голый жоқ. Голый не істеп жүр ол жерде ол? Суға ағып кеткенде тұншығып жатқанда нахуй. Сөйтіп айтшы, суға ағып кеткен бе? Суға ағып кеткен киімдерін бәрі шаш жалбырап, көмектес деп айқайлап отыр. Оны дұрыс жерге қою керек еді. Негізі дұрыс жерге қою керек еді киімін. Ол киімін мә ұят қой. Бір жерге тапсырып. Тәпішкеде жаман секіреді екенсің. Давай, тағы бір сұрақ қойшы, әдемі жауап беріп жатсың. Бүйтіп жүр, сұрақтар қойшы. Давай, бүйтесің, қара. Сен Алатаудың басында тұрсың, таудың басында да? Таудың басында тұрсың. Қаяқта тұрмын? Алатаудың басында. Алатаудың басында бүйтіп қарап тұрсың да? Сөйтсең, бүкіл Қазақстанды Бека су алып кетіпті да? Сөйтсең, бір миллиона қазақ тірғаптық, 1 миллион адам қалыптық, уақыт өтіпті бір айдай. Қазақтар құдайын таппай, тамағын таппай, адасып жүр екен да, құдай жоқ, Құран жоқ, түк жоқ. Бір кезде сен бүйтіп жаяу қарай қазақтарға көмектесейін деп түсіп келетсің, астында 2 КамАЗ тұр. Қалтаңды қарап қалсаң кілт, 2 КамАЗ. КамАЗ қаяқтан шықты бұл жерде, КамАЗ қаяқтан шықты. Тоқтыршы сен, айтайын деп тоқтыршы сен, тәпсірлемеші. Жоқ, сен дұрыс сұрағымды ұстап қой, мені адастырма. Мен чотқа біліп алуым керек болса. Болды енді, КамАЗ қаяқтан шықты, КамАЗға ауылда бәрі болды. КамАЗ 2 шақырман тұр. 2 шақырман. 2 шақырман таудың басында, итак баяда тұр да? Иә, 2 шақырман баяғыдан тұр. Ішінде бірақ екеуінде бірақ кілт сен қалтаңда тұр. Бірақ кілт қалтаңда. Бірақ КамАЗ тұр. Жоқ, ona немен. Кілт болмаса промей қосып, немен сартын оталды жүру ғой. Тоқта енді, қара, сұрақ тыңдап ал сен. Бірінші дұрыстап тыңдап ал. Сен түссең 2 КамАЗ тұр. Бека, қара. Сары КамАЗға қарасаң, сары КамАЗдың үстіне барып шығып қарап қалсаң, үсті толған Құран, құрма, қатын көйлек, бана арабтың заттары, хадис, сахих, падих бір бәлелер өңге толған КамАЗ толып тұр үсті. Екінші КамАЗды қарап қалсаң, Абай Құнанбаев, біздің салт дәстүр, мәдениетіміз, қазақтың бүкіл дүниесі жиналған кітап. Үстінде не домбыра, қазақтың шапаны, қазақтың очкиі, Димаш Құдайбергеннің футболкасы ішінде. Сол астында қазақтар бар ғой, астында қазақтар тірі қалған.
соларға қай ілімді айдап жеткізесің, қай КамАЗды айдап жеткізе беретінің, бірақ КамАЗды айдап түсуің керек. Тәпсірлеме мен сұрағым. Онда былай. Жоқ, былай ғой. Болмайды, ары-бері лақтыруға болмайды кітапты. Бір КамАЗды айдап. Жоқ, мен конкрет четко жауап беремін. Четко жауап. Жоқ, сұрағыңа четко жауап беремін. Қара. 2 КамАЗ сыр дедің. 2 КамАЗда біреуінде Құран кітап бар, жаңа діни нәрселер бар, философия. Арабский философия. Татар енді перебавай дейді мені. Жоқ, екінші КамАЗда Мұқағали, Абайдың жаңағыдай қазақтікі ме? солар тұр да. Алла жоқ бірақ. Енді менің Құдайым айтады, менің өзімнің Аллах айтады, маған айтады. Құранда айтады. Мен кітапты қияметке дейін сақтаймын дейді. Түсінесің ба? Енді мен Аллах сақтаймын деп тұратын болса, мен Аллахқа сомнение жоқ. Мен не істеймін? Екеуін тастаймын да, жаяу өзім проблем жоқ. Жаяу не істеймін? Мен анаққа су кетіп жатса, балшық мен не істеймін? Қазақтарға көмектеспейсің бе сонда? Қазақтарға көмектеспейсің бе? Ей, таудың басында тұрмай ма? Суға кетіп жатыр ғой, мен не істеймін? Астында бір жерде айтып тұрмын ғой сен, қазақ 1 миллион адам тірі қалды деп. Мен саған айтып тұрмын ғой, бір КамАЗды айдап түсті бе? Сақырам ғой, мен сақырам. Менде права жоқ. Мен айтамын, таудан тас құлап келе жатыр, бір КамАЗды айдап түсуің керек. Қума шей. Жоқ, онда мен бүйтемін. Мен жаяу түсемін астыға. Бір жаяу түсемін де, бір адамға айтамын, мен болмайды, жаяу түсуге бір КамАЗды айдап түсуің керек. Менің сұрағым тәпсірлемеші. Үтіктемеші мен сұрағымды. Бека айналайын, мен сұрағымды түктеме деймін саған. Бір КамАЗды айдап тұстабай бастау. Жоқ, енді мен сіз жауап беріп отырмын ғой, енді мен айтып отырмын ғой. Сен фантазияңды қоспа деймін саған, болмайды фантазия қосуға. Фантазия, ертегін айтып отқан. Бір КамАЗды айдап түсе бастарды, давай. Фамилиямды айтайын ба десең, менің атым Гүлмира деп қойсайшы. Давай, бол, бір КамАЗды айдап түсе бастарды. Мен заңға бағынам. Менде права жоқ. Заң жоқ ол кезде. Сонда қарашы сен. Мейлі жауап бермей қойдың, мейлі үтіктедің, секірдің әйтеуір. Енді менің сұрақтарымды енді соның тоқатерін айтайық. Тәпсірлейік мен сұрақтарымды. Қара тыңда. Бағанағы сідір зәрмен бағанағы врачтардың несін айтып едім. Ішпеймін дедің, екеуінде. Жоқ, ана врач дұрыс емес. Онда арақ қосып беріп шошқаның документі бар қолында, дұрыс. Бека, бағанағы арақ ішіп бағана шошқаның мұрны қосылған, жазылып кетесің деп дәрі, кәдімгідей докторский бар. Бағана врач айтып жатыр. Кәдімгі докторский болып қорғап тастаған. Жоқ, Аллах айтса істеймін. Жоқ, врач айтып тұр саған. Арақ іштеп тұр саған. Врач айтып тұр. Жоқ, Аллах айтса істеймін. Алла айтатын неменен, Алланың аузы бар ма? Қумашы. Не қуып тұрсың саған? Жоқ, Құраннан тұрып қойма. Тоқта, сенің Аллаң айтып тұр. Әл-Бұхари 12:56-да айтып тұр. Ішің ауырып, басың ауырса дейді, түйенің зәрін іш деп тұр. Мұхаммед айтып тұр. Болды. Проблема жоқ, сомнение жоқ. Мен проблема жоқ. Егер айтты ма осылай? Айтты. Әл-Бұхари 12:56-да айтты. Ішің ауырып, басың ауырып тұрса, түйенің зәрін ішіп тұрған пайдалы деді. Ішесің бе? Жоқ, проблема жоқ. Бағанағы онда битейін. Бірінші сұрақта сен зәр ішем дедің, дұрыс қой. Алланы тыңдаймын дедің. Айтты ғой, Керемет, Айтты ғой да? Айтты. Болды. Айтса сомнение жоқ. 5 сомнение. Тек айтса, көзі болды. Сен айт енді. Айтсашы, мен сұрағымды жауап берсейші енді. Түйенің зәрін ішем деп айт. Имамдар мен ұстаздар тыңдаймын деп айт. Айтсайшы енді сөзіңмен айтсайшы. Дұрыс айтасың, мен дұрыс айтып тұрғыз ғой, мен дұрыс деп тұрмын саған енді. Шем деп айтсайшы енді, сен ағып секіріп отырсың. Ішмектігі жеймін мен. Жемей қой, боқты айтқан жоқ, өрде. Аллах маған сөйтіп айтса, мен сонай мен жеймін. Бірақ ауырып өлейін деп атсың, врач тыңдамай, түйенің зәрін ішесің. Жоқ. Қаншама врачтар, адамдар, сен сияқты адамдар қаншамасы өлтіріп тастады. Сосын мен сомнение. Егер мен Аллахым сөйтіп айтса, проблем жоқ, тым күмән жоқ деп. Сен ауырып қалсаң, бірінші имамдарға звондап, неден сахих хадистерден сұрауың мүмкін ғой, қалай жазылуға болады деп. Ана қандай немен жолмен жазылатын болса, керемет, жақсы жауап бердің Бека. Енді бағана пустыняға көшейік.
пустыняда бағана Қытай мұсылманға беріп, мен сияқты қазақ бауырыңа су бермей өлтіріп тастап кеттің пустыняға. Сен тастап кетемін, ол проблема жоқ. Ол жерде ана Қытай мұсылман ғой, намаз оқиды. Болды, тіпті проблема жоқ. Соған беріп, саған сен не істеймін мен? Путин боғын сұртамай жүрген қазақ. Неге керек маған сен дейтін? Өзің қазағыңды өзің шіртіп жүрген адам, қырылдырып жүрген адам, өз қазағыңа жау болып жүрген адам маған не керек? Сендерді құрсам, сонда саған не ұлтың керек жоқ па не? Сонда ұлтың керек жоқ па саған? Ұлт емес, ұлты маған керек. Мен өліп баратырмын ғой, мен пустыняда өлейін деп отырмын ғой, біз қазақпыз ғой бірінші. Мен айтып отырмын ғой, мен өлейін деп айтсам, мен қиналмай өтіптеймін. Мен айтып отырмын ғой, просто маған қазаққа тыныштық беретін адамдар керек. Тыныштық беріп, сондай адамдар керек. Түсінесің ба? 30 жыл болды ғой қазақтың миын ашып жүргендеріңдер, арабтың сүйген тышқанын жаттап, уағызын сахих хадис, пахих тахих деп ұрысыңдар ғой. Содан пайда болып тұр ғой, пайда болғанына мен ештеңе. Бека, онда нағып сендер бір-бірлеріңмен 70-ке бөлініп, бір-бірлеріңді кәпір деп жүрсің. Сен Абу Ханифадасың ба или салафитсің ба? Сен кімсің? Сен кімсің? Мен ба? Мен адам мұсылман. Жоқ, салафитсің ба, вахабитсің ба, құранитсің ба? Қайытсың? Салафит, вахабит дейтін не ол? Қайытсың сен? Жоқ, қайсы ол? Салафит деген не нәрсе? Көғейт, саритке бөлініп қойсын, қайытысың сен деймін. Білмеймін, мен ондай білмейтін. Сенен естіптім ондай сөздерді. Сен айтшы, не ол? Мешіттің құлысың ба или анау бір салафит, вахабит, бір-бірлердің құлысың ба? Құранит. Вахабит дейтін, мен бірінші дейді, сенен естіптім. Салафит дейтін не нәрсе ол? Қудырма. Бағанағы ладын Қапчағайға көшейік енді. Қапчағайда қазақ қыз қалды. Ол қыз тұншықты. Ана какой-то басқа ұлттың оранған мұсылман қызын сен құтқардың. Дұрыс қой? Қазақтың қызы өлді. Қазақтың қызы кетті. Ол себебі қазақтың қызын неге өлтірдім? Себебі ол дейтін голый жүр ғой. Мен пустыняда өлдім. Тыңда. Мен қазақпын. Пустыняда мен өлдім. Анау қазақтың қызы суға батып өлді. Қытай мұсылманды аман алып қалдың, басқа ұлт бағана қатынды алып қалдың, оранған қызды алып қалдың. Дұрыс қой? Енді тауға көшейік. Тауда бағана КамАЗды ешқашын айдап түскен жоқсың, жаяу кеттің өзің. Мен айда алмаймын ғой, себебі мен айдасам өзіме қауіп төнеді ғой. Мен бір жерге соғып алам, аударып қалам ғой. Өз-өзін өлтіріп алам ғой. Секірдім десеш, қазақ астында қазақтарға анау Абай Құнанбаев, Шәкәрімнің кітаптарын, дүниелерін айдап түспеймін деп тұрсың ғой сен. Секірдім десеші. Мен білмеймін ғой, мен хабар беремін ғой. Айдей аласың. Жоқ, хабар беремін. Айдей аласың, хабар береді. Таудан тас домалақ келатыр, екі КамАЗ жұлып кетеді қазір сен айдап түспесең. Бол. Енді болды ғой, тағдырда жазылса барады, тағдырда жазылмаса болмайды. Мен Аллахтан сұрайын, болды. Қазақша тұрмайсың ба, не білесің сен енді ақыл? Аллахтан сұрайын, мен Аллахтан сұрайын. Екі КамАЗда сен Аллахтан қай тілде сұрайсың? Алладан қай тілде сұрайсың? Қазақ тілінде сұрайын, мен Аллахым мына екі КамАЗды ана қарай жеткізіп берші, Аллахым деп айтам болды. Сен Алла ғой, сен қазақ тілінде. Қазақ тіліңді түсінбейді ғой Алла. Қош, саған қай жерде жазылып тұр? Аллах дейтін только араб тілінде түсінеді, қазақ тілінде түсінбейді деп. Қай жерде жазылып тұр? Сманов деген ұстазыңды білесің бе? Кімді? Сманов өзінің қақырығына қайтыс болған Сманов Чимкенский. Әбдухабар Сманов. Сманов па? Ол Сманов дейтін кім ол? Сен қандай мұсылмансың, ешкімді білмейсің. Сманов деген кім? Жоқ, мен білуі шарт емеспін ғой, мен біреулердің танысу, біреулер маған намаз оқысаң, значит соны тануым керек деген шарт емес қой. Мен өзім әке-шешемді танимын, бала-шағамды танимын, болды, маған не керек? Сен андай мұсылман екенсің, анандай. Түк білмейтін, китайский мұсылман. Китайский мұсылман. Сен қандай? Туалетке кіргенде дұға оқи аласың ба? Қандай дұға айтатынын білесің ба? Иә. Қандай дұға айтылады туалетке кіргенде? Туалетке кіргенде қай тілде дұға айтасың деймін саған? Түсінбейсің сен? Түсінемін мен. Араб, мен айтам, мен қазақ тілінде айтам. Не деп айтасың? Мына туалетке кіріп баратым, осы шайтандардың азғыруынан сақта деймін де, шығып баратам, мен Аллахым ол шайтанның азғыруынан сақтағанға деп. Айтам, офранак дейді, оның арабшасы, оның қазақшасы бар, соны айтам.
проблема жоқ қой, мен қазақ сен неге сен айтшы сен маған айтшы маған былай промоет мен кім бауырым бүйтейік онда намаз Бека. оқығым келеді. Әйелі бүйтейікші, мейлі, сен түсіндім, туалетке кірген шыққанды жаттап алыпсың, әңгіме жоқ. Не, әйеліңмен болайын деп жатқанда да оқылатын дұғаны білетін шығарсың, иә? Жоқ, мен оны айтпаймын, мен саған Білесің ғой, бар екенін білесің ғой. Бар екенін білесің ғой. А? Білесің ғой, бар екенін. Бар. Иә. Енді сен қарашы, енді Бека, мен саған араб қол десе ренжисің да, бауырым. Сенің жүрген жүрісің бәрі арабша. Мен арабшасын да білем, оның қазақшасын да білем, орысшасын да білем. Мен өзбекшесін да білем. Бека, мыналардың бәрі бізге неге керек, мынаның бәрі? Мұсылман қорғаны. Неге керек емес, мынау дейтін сен тұрып жүру. қазақша жазылған ғой ішінде. Қазақша емес, арабша жазылған, бәрі арабша. Мына жерде жазылып тұр. Сенің қазақша, қара міне, мына жерде сенің қазақша оқылғаның дұрыс емес дейді. Арабша, мына кітаптың бәрін сен желательно арабша оқысаң, соның сауабы тиеді деп тұр саған, міне. Мен оқып берейін ба? Жаңбыр жауғанда, қарашы. Жаңбыр жауғанда, ит үргенде, ешек үргенде, қатыныңмен перісейін деп жатқанда сен арабша оқуың керек. Оқып берейін ба? Қатыныңмен перісейін деп жатқанда қандай арабша оқу? Қазақшасын оқуға болады. Жоқ, болмайды, мына жерде жазылып тұр. Арабшасының сауабы көп деп тұр, арабшасының сауабы көп деп тұр деймін саған. Мен айтайыншы, қазақ болып, мен дұғалардың любой сөзін қазақша қылып та оқи аламын. Жоқ, мүмкін емес. Проблема жоқ. Проблема ол. Мүмкін. Сен қаяқтан біліп тұрсың, сен өзіңше Мен атеистсің. бәрі біліп тұрмын, мен сақи хадистерім сен. Онда не үшін арабша құлшылық жасап, арабша намаз оқып жүрсіңдер, онда сен ондайың болса. Қазақша оқымайсың ба намазыңды? Қазақша оқымайсың ба намазыңды? Жоқ, намазды емес, сен қызық екенсің, анаяқтан мынаяққа секіріп кете береді. Мен сені айтып едім, ана нені айтып едім. Сен мынаны айттың ғой, қазақша дұғалардың бәрін қазақша айта беремін, проблема жоқ одан, дым айып жоқ. Қалай проблема жоқ, қалай проблема жоқ? Қазір мен саған қазақшасын оқып берейін онда. Гайкабас, қара. Гайка, тыңда. Аллах жүрегіңе хидаят берсін. Керегі жоқ маған хитаяттың, керегі жоқ маған хитаяттың. Мен қазақтың домбыраларын тыңдаймын. Мен керегі жоқ ондай хит деген бәле. Не керек маған ол? Маған домбыраны айт одан да. Маған мен ақындарымды айт одан да. Қазақи өлеңдерімді айт маған. Не керек маған ол? Сен хитаят деп арабша сөйлеме маған. Қазақша қандай өлең білесің? Маракута деп мен арабша сөйлеспеймін, мен қазақша сөйлесем. Жоқ, қазақша қандай өлең білесің? Айтшы ал, қазақша қандай өлең білесің? Өлең деген жетеді менде. Мен саған арабша. Жоқ, айтшы şimdi, білмейсің. Мен саған арабша өлең оқып беремін қазір. Күлдік, от сайқал, ане көрдің бе? Айтпашы ал, қандай өлең білесің? Айт ал. Отырайын енді сенің алдында, 300 адамның алдында өлең айтып. Енді сен дәлелдеші, сен дәлелдеші. Өлең айтып берейін мен. Өлең айтып берейін мен саған. Сен тупой емессің, өтік рассказка сенге дейтін. Сен айтшы конкретно. Өлең айтып берейін мен саған. Айта тұрма, мынау білетке мен. Арабша оқып берейін ба, арабша айтып берейін ба? Разница жоқ, разница жоқ. Көтіңді қысейді, Бекада. Давай, баста. Құмайын нахуй, мен арабша өлең айтып отырайын осы жерден нахуй. Енді сен өзім ғой айтып отқан, мен саған айтып жоқ, қазақша айт деп тұрмын ғой мен саған. Сен неге арабша айтып? Не үшін мен өлең айтуым керек? Құмайын, сен жындысың ба нахуй, отырайын өлең айтып. Сен енді өзің айтамын, қазақтың өлеңін айтамын дедің ғой сен. Мен қандай өлеңдер бар, мен саған мен өлең айтамын деген жоқпын. Мен сенің арабша ағызу биллахи минаш шайтани раджим деген нәрселерін тыңдағаннан гөрі қазақтың дүниесін тыңдап емделейік деймін саған. Сен құл болып жүрсің қазір арабша тыңдап. Сен арабша тыңдап қазір құл болып жүрсің. Сен даже көтіңді, қарашы, Бека, сен даже көтіңді жуған кезде арабша сөйлейсің сен, Бека. Неге сен арабша сөйлейсің көтің жуғанда? Не керек ол? Жоқ, қазақтың әндері харам ба? Маған харам деген жоқ, келес, ол сен айтма. Жынды, ол сұрақты мен саған қоюым керек. Менде харам, шарам деген ол арабтың не керегі жоқ маған. Сен айтшы, қазақтың, мен арабтың айтқан жоқ, қазақтың әндері харам ба, халал ма? Соны айтшы. Сен қазақтың әндерін арабтың сөзімен халал, арам деп бөлмейсің, жынды. Оны мен саған қазақтың тілінде айтып тұрмын. Қазақтың әндері харам ба? Или халал ма? Сен жындысың ба? Оны сен жауап беруің керек қол сұраққа маған. Бишара, өз сұрақ қой, өзі қоп кеттің аше. Бека, сен харам, арам деген нәрсені сен не қуып отырсың, халал деп. Ол арабтың сөзі ғой. Камаз, Мустина, қолы жүрген қатын, короче, сен ертеге той бол.
Лақпа, саған айтып отырмын ғой, Сен Фафаң лақпа, саған сұрақ сен қойды. лақпа. Сен қазақпысың сен. Сен қазақ емессің. Қазаққа Давай онда жіберілген жаусың тексерейік. сен. Мен сенің қазір қазақ екенін тексерейін. Тоқта Давай, қазір. давай. Тыңда. Сен қазақтың Тоқта. әндері Қазір харам ба, халал ма? Соны айтшы. Тыңда деймін саған. Жоқ, сен айт, қазақтың әндері харам ба, халал ма? Ей, ол мен арабша халал арам деп айтпа деймін маған. Сен мынаны кім екенін айтып берші. Жоқ, енді адал ма? Тоқта, мен саған қазір, бола мен ма? сені қазір қазақ па, қазақ емес екенін білейін. Мынау кім мынау? Жауап берші маған. Жоқ, мен көзім Міне, көрмеймін ананы. қара міне, қазақтың тарихында ұлғы тұлғалар. Мынау кім? Көзім көрмейді, анау неміс па, сондай сияқты. Ей, сен қазақтың тұлғаларын неміс деп неғып қуып отырсың, жауап бер дұрыстап. Мынау неміс сияқты, мынандай қазақ көрген жоқпын. Кеңкелес. Көзім көрмей жатыр просто. Бұл Мұстафа Шоқай. Мынау кім? Мынаны танымасаң, сен точно қазақ емессің. Кім мынау? Мынау кім бұл? Көзім көрмей жатыр. Өтірік секірме, Кім мынау? Жоқ, секіріп отқан жоқ, мен көзіме жауап бересің бе, сен көзім көрмей жатыр деймін, айтшы. Жақындап, көзің жақындап көре. Кім мынау? Сен қазақтың бір қазір мына жерден 15 сурет көрсетем, 3 тұлғаны танымасаң, сен қазақ емессің. Тап мынаны давай. Кім мынау? 365 болдың ғой. Давай деймін, жауап бер деймін саған, Бека. Кім мынау? Адам 374 болдың. Мынаны айтшы, мейлі, оны қойшы енді. Мынау кім? Мына сақалды қара. Жоқ, сақалды қоя тұр. Кім мынау? Қазақтың тұлғасы, керемет тұлғасы, қазақты қазақ қылған осылар. Жауап бер. Кім мынау? Жоқ, жақындатшы мынаны. Жақындатшы, увеличитші. Жоқ, тағы да. Көрінбей жатыр. Сақал көрініп тұр, тек нұрланып тұрған сақал көрініп тұр, а так бұлай көрінбей тұр. Сүмбілік Құрманғазыны танымайды ит сақал. Мынау кім? Құрманғазыны танимын ғой. Мынау кім енді? Наны тапты ғой. Мынау кім бұл? Білмеймін, көзім көрмей жатыр. Сен неме көзің соқыр ма? Очкиін киіп алсайшы. Соқыр ғой, мен айтып отырмын ғой, енді зрением көрмеймін. Очкиін киіп кел онда бар. Хотя біреуін таныш, Бека, ладно, біреуін ақ таныш хотя бы. Мен көрсете берем, тоқта деп айтшы. Кім мынау? Өтер. Мынау Қабанбай, айтып отырайын, қазір астындағылар ренжіп қалмасын. Мынау Қабанбай батырымыз біздің. Осы қазақтың жеріне қаны төгілген. Мынау кім? Мынау Қанжығали Бөгенбай, Кеңкелес. Мынаны танитын шығарсың, мынау арабтың несін бізге алып келген. Мынаны танитын шығарсың енді. Абырай Алтынсарин ғой. Қума, ойлан дұрыстап. Таза, тақуа мұсылман. Молодец, міне мұсылман. Кім бұл? Мойнаған мұсылман. Міне. Кім айтсайшы енді? Әл-Фараби ғой. Комментарияға жазбаңдар, араб құлдар, комментарияға жазбаңдар. Мынаны айтал. Мына Шоқан ғой. О, Шәкеңді білем ғой, Шәкеңдер. Мынау кім? Мынаны танымасаң точно қазақ емессің сен. Мынау Қонаев қой, Қонаев. Таптың, мынау бәле біледі екен. Мынау кім? Мынау білмедім. Әлкей Марғұлан деген атамыз біздің, Кеңкелес. Мынау кім? Мәкең ба? Сені өз ата-бабаңды көрсетіп қойсың ба? Мынау кім? Кәстеев, Әбілхан Кәстеев. Міне қара. Міне қаяқта туғанына дейін бәрі жазылып тұр. Мынаны тапшы, хотя мынаны білмесең қазақ емессің сен. Ойлан дұрыстап. Мынаны білмесең қазақ. Жалғыз біздің қазақтың қоныс тартқан қазақты қазақ қылған адам. Жауап бер. Қазақ қол татыш, қазақ қол татыш. 400 рубль болды. Бека, естіп қазақ болып кетесің. Сен уақыты болды, контракт екеуміз келістік қой. Сен ше? Жоқ, табе бастап бер, мынау кім? Бұны білмеймін, бұны сақалы бар екен. Ойлансайшы кішкене, мектепте оқымаған бәлесің ба, немеді білесің? Қаяқта оқығансың өзі? Сол, білмей отырмын, айтшы, өзің айтшы. Өзім жетпей отырмын. Қорқыт атамын танымайсың ба, жынды? Мынаны танитын шығарсың, Ят емес па? Мынаны танымасаң, ят ешеші. Мынаны сен қазақ өтірік секірме көзім деп, бағана сүмілі көзіңмен осы білет. Голый қыздардың емшегін көріп отырын ғой? Сен ғой шешесі голый қыздарды андып жүрген. Табе, бұнау кім? Қазақ қылы атың кім сенің? Мынаны тапсайшы енді. Мынау Бауыржан біздің, Бауыржанды білетін жарсың, момышыл ғынау. Мынау кім? Мынаны танисың. Мынау кім? Мынау кім? Тап мұны.
Абай ма? Жоқ, абайдың тұрғысында ма? Қумашы бека, блядь. Қандай білесіңші? Абекеңе ұқсайтын. Абайға ұқсайды мынау. Қумай, Сәбит Мұқанов қой, жындысың ба қаяқтан абай? Мынау Мынаны танитын шығарсың, Бұл кім? Білмедім Сен мұны. көрдің ба? Қазір осыдан кейін мен саған қазір бека осы суреттен кейін мен қазір арабтың сахабаларын көрсетем, танитын шығарсың сен бәрін. Қазір мен көрсетем. Иә. Давай. Сахабаларын көрсетемін. Сахабалар кезінде камера бар, сотка бар еді, сотканы Суреттері бар ғой мен сахабалардың қазір. Нелерін айтам ғой, уағыздарын айтам, не анау? Хадистерін айтам, соны сен табасың кімнің хадис екенін. Қазір исламның қазір кімнің хадисі, кімнің аяты, сұрақ деген жетеді менде, бека. Қашпа сен. Давай, бүйтеке. Жауап береді емес саған, кім? Сен лақтыратын сақтың мен. Лақтырай ма, лақтырмай ма, соны айтшы. Мынаны сен, наны айтпай-ақ қойын кім екенін. Мынаны тауып берші хотя бы. Оны да біл. Мынаны таныш хотя бы, бека, өтініш. Мынау атаң таныш. Мынау Қазақстанға исламды кіргізген адам, сопылықпен. Қазақстанға исламды кіргізген адам. Кім мынау? Татыр, татыр, осы тұрғанда сұрақ қой. Саусағын шошайтпай иіс шығып тұр. Мұрныңа жақындатпашы саусағыңды. Осы турасында мен саған сұрақ қояйын. Мынау кім Қазақстанға не алып келді? Исламды алып келген сопылықпен. Жауап бер. Исламды сен мынау сен құптайсың ба мына жігітті? Мен бұны құптамаймын. Бұл бізді адастырған бұл. Онда неге ұрсытып сен жауыңды? Жау емес қой, бұл қазақтың тұлғалары деп тұрмын ғой мен саған. Қазақтың адамдары, қазақтың адамдары Қазақстанға ислам дінін алып келіп жатса, сен қуытсың ғой сен ислам дінін дейтін. Айтып тұрмын ғой, мен саған өтірік айтып тұрған жоқпын ғой, мынаны тап деп тұрмын ғой, кім екенін. Тап, осыны таппасаң сен чортсың. Мен саған айтамын, сен мұнафик мұсылмансың, мұнафиксің сен. Мынаны танымасаң. Тастай кеттік сұрақ жаңа нелерді айтшы. Сен мынаны танымасаң, яте мына өзің атаң ғой, қарашы, Қожа Ахмет Яссауи ғой, бауырым. Ят емес па мынау? Қожа Ахмет танымайды кім? Мен Қожа Ахмет танымаймын, серьез айтамын. Қожекеңді өшім танымаймын. Сен бізді қалай танымайсың? Сен біздің Қазақстанға алып келген жындық сопылықпен Қазақстанға исламды алып келген адам ғой. Талай біздің батырларымызды қырып жіберген адам ғой мынау. Батырларды мынаны сен точно танымайсың, гарантия беремін шеш. Өзің менің әкем деп қойшы. Мынау менің әкем деп қойшы. Тазасы сені. Басқа не жаңалық болатыр? Өзінде басқа не жаңалық? Болмасы, бекаяқ қазақсың ғой сен. Баған сұрақтардың өзінде қазақтарыңды өлімге тілеп жібердің. Жеме-жемге келсе сен қазақтарын сатып жібересің ғой. Ят емес пе мынау? Жоқ, мен қазақ сатып отқан жоқпын. Қазаққа вред беретін адам жоқ. Су бермей кеттің ғой. Қазақтың қызын суға Қапшағайға тастап кеттің ғой. Сен қазақ, жоқ, сен қазақты құртып отқан адам ба? Мен не деген су беремін мен әйтші? Мен не деп құртып жатырмын? Не деп құртып жатырмын? Жоқ, ені көріп ба? Сен ананы құрттың, мынаны құртып жатсың, анау мынадай деп жатсың. Мұсылмандар айтшы, біреуін айтшы, кімді құрттым мен? Вот именно мен саған тыңда, сен менің жаманшылығымды айтшы, менің жаманшылығымды айтшы. Татшы ішінде мен сұрақ бермейсің, сен мінезің менің әйелім сияқты. Татыр, былай, сен айтып отырсың, мына Қазақстандағы бүкіл мұсылмандарды жек көремін дедің. Ол бір, содан кейін, татыр, сен жағаласа берме. Сосын сен айттың, сен адаспа, жаңағыдай мұсылман болма, мен Аллахты боқтап жібердің, Аллахқа тіл тигізіп жібердің. Түсінесің ба? Сосын сол кетті. Сосын мен не? Ол адам знайшы, ол не? Қазақстан біздің мұсылман елі, біз қазақ елі. Біз мұсылман елі емеспіз ғой, біз мұсылман елі емеспіз ғой. Біз зайырлы мемлекет емеспіз ғой. Тыңда, бұрау достоинствоға кірмейді уже. Біз зайырлы мемлекетпіз ғой, бека. Мұсылман елі. Жоқ, зайырлы мемлекет. Біз зайырлы мемлекетпіз ғой. Зайырконы мемлекет. Біз исламский государство емеспіз ғой, бека, не қуып отырсың сен? Зайырлы мемлекетпіз біз дейміз. Сен мұсылман мемлекет деп қума сен олай. Сендер мұсылмандар намаз оқитындар, сендер шақырат сендер. Қалғандарың бәрі әшейін өтіп мұсылмандар. Сен базы жоқ, кішкене әшейін сақал қойып, бандиттердің жанында бүйтіп блатовать етіп жүргенің болмаса, сен де түк білмейтін мұсылмансың ғой. Өтірік бандиттердің жанында бандит болып жүрген жасың, бүйтіп ақи болып нақыл. Сен де біреу тыңдап жүр. Қазақ бол, сөз айтады. Жасың бармыз ба, бірақ үлкендеу сияқты негізі. Мен сен ағаларың танимын, сен Жангелді братаны танисың ба, Шалқардан?
шалқарда Жангелді Бұратаны танисың ба? Танимын, бәрін танимын. Мен сені айтып, Көтіңді айырып жіберемін просто ауладан. сен ей сен бармысыз ба? Не екен сен? Ей, не екен? Жаңа қарай, мен сізге басында айттым ғой. Дірілдеме, Бека, бәрі дұрыс болады, дірілдеме. Одноразовыйсың, мен үшін бір одноразовый пайдалана. Бека, сонда мен Аллаға сенбесем, мен қазақтың жауымын ба? Қазақтың именно жауысың. Қас жауысың сен сонда. Сталин мен Лениннің досысың сен. Ей, мен Құдайға сенем ғой. Мен Құдайым бар ғой. Кім ол? Мен Құдайға сенем, табиғатқа табынам, әруақтарыма сиынам, өзімнің жеті ата бабамның. Құдайың кім сенің? Менің Құдайым Тәңір ілімі. Тәңір дейтін не ол? Тәңір деген ол философия. Сен мысалы арабтың жолы сен арабтың философиясымен жүрсің. Арабтың тыңдашы енді, Бека, секірмеші. Қарашы, Бека, сен қазақ бола тұра, сен арабтың философиясымен жүрсің. Сақалыңды өсіресің, қатын көйлегің бар үстіңде, қаратасты жалақ көйлеге армандап жүрсің. Қазір бір $500 жинақ қойған шығарсың қаратасты жалақ көйлеге. Бала шағыңнан айырып тұрып, тығып, паластың астына тығып, қаратасқа ақша жинап жүргенің рас. Дұрыс па? Арабша жаттап жүргенің рас. Бана дұғалардың бәрін арабша оқитын рас. Сен арабтың философиясымен жүрсің. Ал мен тәңірлік, қазақтың философиясымен жүрмін. Тәңірлікпін. Жетшелпегімді пісірем, жетісін жасайым, 40-ын жасайым, жаназамды шығарам, наурызымды тойлайым, ауырсағымды пісірем, әруақтарыма жетшелпек пісірем, қазақша ата бабамның басына барып әруақ Құран оқиым. Сен ата бабаңның басына барып арабша оқисың. Құранды қалай оқисың? Мен Құран деген ол қазақша құрап сөйлеу деген сөз. Құран деген кітап сенің арабша. Тыңда. Құран деген сөзіңдің, Құран деген кітабыңның арабшасы қандай? Арабтарда Құран деп айтама сенің кітабыңды? Құран деп айтпайды ғой. Дұрыс па? Құран дейді. Қума, Құран деген қазақтың сөзі. Сенің Құран деген кітабыңды басқа жақта, тыңда деймін саған. Сенің Құран деген кітабыңды басқаша арабша деп айтады. Аты басқа оның. Жоқ, аты емес. Давай, комментариядан астынан сұраймыз. Ағайындар, Құран деген кітапты басқа мұсылмандар не деп айтады? Жазсын астына, қазір жазады астына ағайындар. Тыңдаңдар. Ары қарай жалғастыра берейік. Біздің 500 адам ұрып тастапты ке, Бека. Ертең қазақ болып кетесің. Соны айтамын. Ялма, ертең жұлдыз боласың. Бека, сүмелек ертең білет, стримге қоспай қой осыдан наху. Құл қылам мен сені. Менің құлым боласың, Алланың емес. Түсіндің бе? Ертең жұлдыз боласың сен, қорықпа, сен ертең жұлдыз боласың. Ертең ана Нұржан имам ұстаздардың жанында жүресің, қолдарына су құйып, Құдай қаласа. Бәрі дұрыс болады. Қорықпа, Бека, бәрі дұрыс болады. Саған Бекаға шығып кеттіңіз деп жатыр. Ертең сені хабардан көрсетеді, Бека. Теңкірет көрсетеді ертең сені. Короче, былай ғой. Запись жүріп жатыр, Құдай қаласа. Қазақ бол былай ғой. Жаңағыдай ше, әңгіменің бәрі негізі фантастика секілді. Фантастика секілді. Меніке ол. Сеніке арабша. Меніке қазақша. Жоқ, тыңдашы. Ода бүйтейік, жаназаға өтейікші. Жаназа, адамдар сендер өлімнен қорқасыңдар ғой. Мен де батарейка отырайын деп. Секірме, сен телефоныңды зарядтап келдің ғой қазір ғана, 44% тұр ғой сенде қазір. Көрініп тұр ғой. Жоқ. Қанша процент? Аллаға айтамын, Аллаға. Қанша процент қалды? Менде 1%. 1% тұр. Бағанада қашып кетті ғой 1% тебе. Холодильниктің үстіне қойдың да телефон. Оны айтамын, зарядка өтемін, алмай жатыр ғой. Алмай жатыр. Қандай телефон? Сақалдылар жақсы телефон ұстаушы. Жоқ, мен мынау не дейді ғой, мынау TikTok мына дейді ғой, өз телефоным басқа жақта. Бека, ренжіме, айтар, әңгіме болсын деп отқаным ғой. Құл болма, Бека. Құл болма, бауырым, біз қазақпыз ғой. Қазақпыз ғой, қазақтың өзінің құдайы бар, бауырым. Ислам келмей тұрғанда қазақта Құдайға шүкір деп айтқанбыз біз. Сен исламың келмей тұрғанда да біз әруаққа сиынғанбыз.
әруаққа 7 шелпек пісіргенбіз. Қырғызсын, жетісін, жылдығын біздің қазақ қана жасайды. Ешқандай басқа ұлттардың мұсылмандары ондай жасамайды. Ит құсап көме салады жерге. Біздің мынау жаназамызда сенің бағана имамың 200 мың теңге жаназасын алғана имам болмаса ана жерде, қалғаның істеліп жатқаны бәрі тәңірлік ілімнен келген, бауырым. Біздің 7 шелпегіміз, бағана тұсаукесеріміз, біздің салт дәстүрдің бәрі тәңірліктен келген, бауырым. Сен көп қиналма. Біздің салт дәстүріміз, біздің қазақтың сакральныймен связымыз, біз өмір бақи қолданамай кететін салт дәстүріміз, мәдениетіміз бар өзіміздің қазақ. Біздің мәдениетіміз арабтікінен де бай, бауырым. Біздікі өте бай. Бізді просто орыстар мен арабтар басып тастап, біздің тәңірлікті әдейлеп басып тастаған. Сен өзің байқап жүрген шығарсың қазір тиктокта. Сен эфир ашшы мынау түріңмен, бәрі кіреді де саған араб қол деп, қорқып аяқ қолың дірілдеп зорға отырасың. Дұрыс па? Көшеде де жүргенде де сендердің қазір бар ғой, сенің артыңнан араб қол деп айтпаса да, бір күні бар ғой, артыңнан түкіріп тас лақтыратын заман туады. Есің барда есің жи дейді. Жақсы ат қазығын табады дейді қазақта. Қайт өзің құдайыңа. Алласызда қазақ өмір сүрдік қой. Сендердің исламдарың только өліммен қорқытасыңдар ғой сендер. Тозақта жанасың, тозақта жанасың деп. Сен Алла не үшін жаратты сен тозақта жанатын болсаң? Сенің Аллаң осы өмірге келмей тұрып білет дейсіңдер ғой, сен тағдырың жазылып тұр деп. Сен міне Аллаң сені немене кукла ойнатып жүр ма немене мына өмірге жіберіп қойды? Кім бауырлар, мен мына жақта не істеп тұрмын ғой, мына қараш. Мына кісі жаңағыдай қабылдап тұрғаным, осы кісіні сөйлесіп тұрғаным, себебі маған не керек та, мына адамның саны керек та. Санын жинап бердім ғой, енді қайда қашып баратсың енді Бека? Қайда қашып баратсың? Қорқпа Бека, дірілдеме. Сен анау әруақтарың, сен қазір әруақтар саған айтып отыр, Бека, қума есің жи, сен қазір анау стресстен күліп жатсың, Бека, сен бақыттан күліп жатқан жоқсың. Сенің қазір басыңда қазір миың шатасып жатыр қазір. Миың ішінде кішкентай араб қолың отыр. Қан тазалығы тек қаның тұр да қазір, бір-бірімен төбелесіп отыр. Жоқ, сенің уважениеден адам болатын болсаң, егерде сен жаңағыдай дұрыс адам болсаң, егерде сонда мен Аллаға сенбесем, мен дұрыс адам емеспін ба сонда? Жоқ, қазақ айтады ғой. Қазақ айтады. Сен қазақ айтады деп айтпа. Сен араб айтады деп айт. Сен хадистермен сөйле маған. Сен қазақтың сөздерін айтып жатсың. Сен араб қолсың ғой. Сен хадистерді айт маған. Қазақтың сөзін айтып жатырмын. Айтпа сен қазақтың сөзін. Тәңірліктің сөзін айтпа сен. Неге? Айтпа, ол тәңірліктен келген бе. Не айтайын деп жатсың? Айтшы ал, тыңдап көрейік ал. Айт ал, тыңда. Айт ал. Айта берейін ба? Айта бер, тыңдайық. Айт, тыңдайық. Қазақта айтады ғой. Не деп айтады? Сыйласаң бір ас пен ат деп ше, өзіңнің құрметіңді жаңағыдай қонақ қылу деген сияқты көрдіңіз ба? Адамда қазақта бар ғой, қонақ жай, халық. Ой, қазақта көп қой. Табалдырықты баспа, аяғыңды көтерме, әке шешеңе қарсы сөйлеме, отқа симе, желге қарсы симе. Қазақтың ондай нелері көп бізде. Сендер болсаңдар оның бәрін арабтардан алып жүрсіңдер да, Бека. Ондай көп қазақта. Бізде қазақта айтады, желге қарап симе, үстің сідік болады дейді. Ал сендер болсаңдар, сідік ішсеңдер, пайдалы дейсіңдер. Тәңіршілдер да мына жерде отырған. Тәңіршілдер де тәңір ілімінің ағайындары ма деп айтады. Секірді Бека, біле қашты. Ағайындар, ренжімеңдер, артық айтып жіберсем. Просто енді действительно күйіпкер, маған түріне қараңдаршы анау. Қазақ емес қой. 20 сурет көрсеттім, қазақтың тұлғаларын біреуін танымайды. Жасы 30-дан асып кеткен. Не мынау? Сақал деген анау, түрі деген анау. Не айтып, не қойған өзі білмейді. Не исламнан білмейді, айналайындар. Қараңдаршы. Не керек біз? Қазаққа осы керек па? Керек емес қой. Қазақтың өзінің құдайы бар ғой. Құдайға сенем де, Құдай менің жүрегімде. Құдайды бар десем де, жоқ десем де көрсете алмаймын мен оның. Құдай менің жүрегімде. Қазақ, біз табиғатқа табынған қазақпыз. Бұл өмірде табиғатсыз өмір жоқ. Сусыз, күнсіз, сенің жеп жатқан тамағың бәрі табиғаттан келеді. Біздің қазақ табиғатпен үлесіп өмір сүргенбіз. Біз қасқырдан мінез алғанбыз. Біз жылқыдан мінез алғанбыз. Түсіндіңдер ме? Біз осы өмірде жүрген өмірден, осы табиғаттан алғанбыз бәрін, ағайындар. Үшіншісі, мен өзімнің әруағыма сиынам. Менің өзімнің жеті ата бабамның әруағына сиынам. Мен айдаладағы арабтың
сасып кеткен сахабалардың маған несі керек? Менің өзімнің жеті ата бабамның әруағы бар ғой. Мен солардан одан да тілеу тілеп, солардан жақсылық тілемеймін ба? Не керек маған айдаладағы сасып кеткен арабтардың несін тыңдап? Не керек? Тәңірлік деген ештеме қиындық жоқ. Тәңірлікте менің ұстанып жүрген қазір салт дәстүрім, мәдениетім бәрі тәңірліктен. Соны ұстанып, исламнан, алладан шығып кетсең ешқандай қиындығы жоқ. Құдайға сен, Құдай бар екенін біл, болды. Ар намыспен өмір сүр. Ят болады, обал болады, жаман болады деп айт. Нең кетіп баратыр сенің? Нең кетіп баратыр? Қазақ болайық, адам болайық деп айт. Нең кетіп баратыр сенің? Ят емес па? Құл болып кеттіңдер ғой айналайындар, ят қой мынау таза істеп жатқандарың, ят тірлік болып тұр ғой ағайындар. Қарасаңдаршы жан-жарың, 2005-2006-да баяғыда сақалдымен оранғандарды көрсек, ойбай мыналар адасқан, ол кезде мұсылман болып жүрдік қой енді. Мыналар адасқан деушек, қазіргі заманда сол сақалдымен оранғандар менің өзіме айтып жатыр, сен адасқансың дейді. Сақалыңды өсірмесең сен адасқансың дейді. Менің қатыным оранбаған, шашын жайып жүреді. Анау оранған қыз келіп, менің қатыным айтып жатыр, сен адасқансың дейді. Сен Алла отқа жағады дейді. Не болып кетті мынау шешең? Ят емес па? Артық айтсам ренжімеңдер. Ойымдағын айттым, жүрегімдегін айттым. Мұсылман болып бөлініп жүрсіңдер 73-ке. Біреуің Құранит, біреуің Сұғанит, біреуің Абу Ханифа, біреуің бір бәле өңкей итпен бітетін болып бөлініп алдыңдар 73-ке. Бір-бірлеріңді кәпір деп жүрсіңдер. Біреуің жүрсіңдер, домбыра харам, келін сәлем салу шірік деп қазақтың салт дәстүрін тоқтатпақшысыңдар сендер. Біз қазақ болып тұрған себебіміз біздіңше біздің қазақ тіліміз, екінші біздің салт дәстүріміз, мәдениетіміз, дүние танымымыз, соның арқасында біз қазақ ұлты болып жүрміз. Қотақбастар, өздеріңнен басқа ештеме ойламай қалған малсыңдар сендер. Ертең біз 20-30 жыл өмірімізді сүріп кетеміз. Ертең 50-60 жылдан кейін сенің немерең, шөбереңді бір мұсылман кеп, тақуа кеп, сенің 18-16 жасар қызыңды 4-ші қатын қылып алады деп ойламайсың ба? Өздеріңнен ештеме ойламай қалған бәлесіңдер ғой сендер. Ойлайық да, алдыға бір 50 жыл, 100 жыл ойнайық да. Мынау ислам деген не болып баратыр? Афганистан, Иран не болып кетті? Қарасаңдаршы әне. Афганистанның историясын оқыңдар әне. Балбырауық деген кітапты оқыңдаршы бар. 60-шы жылдан 2000 жылға дейін Афганистан не болып кеткен? Бүкіл тілін, салт дәстүрін бәрін ұмытып кетті мысалы. Не болып кетті? Не болып кетті айналайындар? Мен даусым естіліп тұр ма, мен өзім су қуып отырмын ба? Малсыңдар сендер. Беттерің айтайын, адасқансыңдар сендер. Алысқа бармайсыңдар сендер. Сендер өздерің қатындармен, бала шағалармен, мен бір семья білемін да, мысалы да, бір семья. Үш ағайынды, біреуі Құранит, біреуі Абу Ханифа, біреуі Салафит. Үшеуі бір-бірімен сөйлеспейді. Бір-бір үйіне кірмейді үшеуі. Үшеуі бір дастарханда отырмайды. Жалғыз шешесі отырады кухняда жылап. Үшеуі үш сенімге сеніп алған. Бір қызы бар, ол буддист шешең. Міне сендердің бөлің. Қазақты бөліп атқан ислам. 30 жыл бердік қой, исламның 40 жыл бердік қой. Аллаларыңды кішкене көттеріңе тыға тұрсыңдар, кішкене уақытша. Біздер Құдайымызға сеніп, ар намыспен өмір сүріп, ят болады, обал болады, жаман болады деп, қазақ болып өмір сүріп көрейікші. Біздің қазақтың жеріне арабтың қаны төгілген жоқ қой, бұл қазақтың жеріне қазақтың қаны төгілді ғой. Бұл жердің бәрі қазақ алып қалды ғой, мұсылмандар. Біздің жерге мұсылмандар келіп, соғыс ашып, мұсылмандар алып берген жоқ қой біздің қазақты. Ойлансаңдаршы кішкене, малсыңдар ма? Шашып кеттің ғой сөйлеп, 40 минут сөйледің. Бека не болды, қашып кеттің бе? Biz уже nima kutamiz? Atkat kutamiz tepaga. Asosiy trend